Еліміздің медициналық туризмді дамытуда әлеуеті арта түскен. Әсіресе ми мен жұлынға, бел омыртқаға жасалатын операцияларға шетелдіктер сеніммен келе бастаған. Астанадағы нейрохирургия орталығының дәрігерлері Ұлыбританиядан келген науқастың омыртқасына күрделі операция жасап, бірнеше күнде аяғынан тұрғызды. Фредерик Англия азаматы. Үнемі бас ауырып арқасы сыздаған ол ақыры омыртқасына операция жасатуға бел буады. Мұндай операция Ұлыбританияда да жасалады, тек ондағы дәрігерлер кезегін 1 жыл күту қажет деген. Зерттей келе Астанадағы нейрохирургия орталығын таңдап арнайы келген. Көптен бері арқам ауырып, жүріп тұруым қиындай бастаған. Операция жасату үшін Астанадағы нейрохирургия орталығын таңдадым. Қазір операциядан кейін өзімді әлдеқайда жақсы сезінем. Операцияға дейін болған ауырсыну жоқ. Ұлттық нейрохирургия орталығына алыс жақын шетелден дертіне дауа іздеп келетіндердің саны жыл санап артқан. Былтырдың өзінде 30-дан астам өзге ел азаматы ауруынан айыққан. Ал 14 жыл ішінде 400-ден астам шетелдік пациент емделген. Көршілес мемлекеттермен қатар Европадан келетіндер көп. Ұлыбританиядан келген науқас екі омыртқаны сол шеміші шығып кетіп, омыртқаның тұрақсыздығы болып, омыртқа былайша айтқанда жылжып кеткен екі жерде. Сондықтан біз жаңа кіші инвазиялық әдіспен сол екі түбікше арқылы сол екі омыртқасын екі шемішегін ауыстырып, жаңағы омыртқаны орнына қойып, жаңа конструкция салып, сондай ота жасадық. Қазір науқас 1-2 күн болды. Отадан кейін өзі тұрып жүр. Жалпы жағдай жақсы. Өзі де айтып жатыр, бұрынғыдан жақсы болдым деп. Отандық нейрохирургтер күрделі операцияларда өте сирек әдісті қолданады. Әрі инновациялық медициналық технологияның озық үлгілерін еркін меңгерген. Сондықтан болар ресейліктер де омыртқа ауруына операция жасату үшін осында келеді. Хронический больной по позвоночным делам. Маған бүгін операция жасалды. Операция 3 сағат 25 минутқа созылды. Астаналық дәрігерлерді таңдағаныма еш өкінбеймін. Кәсібилігіне тәнтімін. Омыртқаға жасалатын бір операция құны Европада біздегіден 10 есе қымбат. Қазақстанда жасалатын операция бағасы арзан болғанымен сапасы Корея клиникаларымен тең дейді дәрігерлер. Айнұр Қуатқызы, Рыстанбек Оспанов, Хабар 24.